Украина милли футбол такымы Авропа чемпионы Португалияны енді. Рақам Экибір. Ойын Киевде мұхлислерінен толы олған Олимпийский стадионында кечті. Серджілер арасында сабық сесимо бюслерді Олег Сенцов, Евгений Панов, Эдем Бекир, Владимир Балух ве Роман Сущенко эделер. Бірінші таймның ортасында Роман Еремчук ве Андрей Ермоленко атқан голлар нәтижесінде Украиналар 2-0 рақамынен юта еділер. Ойынның сонында Украина тақымы азлықта қалды. Португалия тақымның капитаны Криштиану Роналду пенальтиден голны атты, амма ғалебені қорчалады. Учпонны қазанып, Украина тақымы Евро 2020-ге кечті. Я счастлив. Мен бақытлым, илкевеля бүтін Украинаны ве Киев шәрі бойле дестек үшін медарлық білдірмеге істейім. Бүгін стадион футболчыларға импульс берді. О вақытта соңғы 15 дақиқада біз 10 оларақ 2-1 есапта қалдық. Ве бұл вақытта керчек арсланларны көрдім. Оның үшін футболчылардан ғурур дуям.